Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 2 сынып. Сабақтың тақырыбы сын есім. Мұғалім Нұргүл Елдарқызы. Сабақтың мақсаты күнделікті өмірде кездесетін жағдаяттарға байланысты сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысу. Бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып, көлбеу және таза жазу. Сын есімді анықтау. Сын есім дегеніміз жалпы заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атайды. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, сұлу, жақсы, таза, қоңыр. Дәл осындай мысалдарға біз қандай, қай, яғни сын есімнің сұрақтарын қоямыз. Енді 51-ші жаттығуға назарымызды аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Кәнеки, бірге барлығымыз мәтінді оқиық. Мүйіз тұмсық ірі жануар. Оның мүйізі жіңішке талшықтардан құралған. Алайда мүйіз тұмсық күндіз сұлап жатады да айбарлы дыбыс шығарады. Ал түнде жайылымға шығады. Ал оқушылар, қалай ойлайсыңдар? Мәтін не туралы? Дұрыс айтасыңдар. Мәтін мүйіз тұмсық туралы. Мәтіннің түрін анықта. Қандай мәтін түріне жатады? Мәтіннің түрі сипаттау мәтіні. Мәтіндегі қарамен берілген сөздерге сұрақ қой. Бұл сөздер нені білдіреді? Ірі, жіңішке, айбарлы. Осы сөздерге сұрақ қояйық. Қандай ірі? Яғни сын есімнің сұрақтары. 52-ші жаттығу. Жұмбақты көркем жаз, шешуін тап. Қанеке, барлығымыз жұмбақты оқып, шешуін тауып көрейік. Іші жұмсақ, сырты қатты. Еті қызыл, сүті тәтті. Қалай ойлайсыңдар? Жұмбақтың шешуі қандай? Дұрыс айтасыңдар. Қарбыз. 53-ші жаттығу. Ребусты шешуіндегі сөздерді қатыстырып, сөйлем құра. Қанекей, суретте не бейнеленген? Тауық, қаз, алма. Дәл осы суреттегі сөздерден әріп алып тастап, бір сөз құрап шығарайық. Қандай сөз шықты? Дұрыс айтасыңдар. Таза. Қанеке, енді осы таза сөзін қолдану арқылы сөйлем құрастырайық. Сенбіліктен кейін қала таза болды. Сенбіліктен кейін қала қандай болды? Сенбіліктен кейін қала таза болды. Яғни біз сын есімнің сұрағын қолдандық. Қандай таза? Дұрыс айтасыңдар. 55-ші жаттығу. Суреттерге қара. Сол бойынша қандай оқиға болған әңгімеле? Қанеки, суретке қарайық. Суретте қандай оқиға болғанын болжап әңгімелеп көрейік. Ертеде аю мен оның қонжығы болыпты. Олар өзенге шомылуға барады. Аю суға шомылып жатқанда, қонжығы қорқып қашып кетеді екен. Жарайсыңдар, сендер де дәл осылай суретке қарап, оқиғаны болжап, әңгімелеп көріңдер. Қазір сендермен ұяшықтар сөйлейді ойынын ойнайтын боламыз. Қанеки, барлығымыз мына жердегі ұяшықтарға назарымызды аударамыз. Бірінші ұяшықты ашып көрейік. Сын есім заттың несін білдіреді? Сын есім заттың сынын білдіреді. Сын есім дегеніміз не? Сын есім дегеніміз заттың сынын білдіретін сөз табы. Сын есім сұрақтары. Сын есім сұрақтары қандай, қай? Сын есімге қатысты сөйлем құра. Сенбілікте қала таза болды. Сын есімге мысал келтір. Таза, қоңыр, жасыл, әдемі, сұлу, көрікті. Тамаша, жарайсыңдар. Сұрақтардан сүрінбей өттіңдер. Ал үй тапсырмасы 85-ші беттегі 54-ші жаттығу. Жақсы, сау боламыз.